Арамызда бар ма ондайлар? Жақсылап тұрып айтқанда, оның қорабында жақсылап суретін қойып қойған ғой, қарасыңдаршы оны. Қорабында, бауырлар, мына нәрсе екен. Жаңа бауырымыз айтып тұрған темекі, насыбай, наша, тағы не бар құдай-ау? Кальян дейтін ол. Айта беріңдер, тағы не шегіп жатқандарын, тағы не бар? Сол айтып жатқан нәрселеріңіздің бәрі харам болады. Мынау денеге зиян, мынандай нәрсе бауырлар. Денеге әрбір зиян келтіретін нәрсе ол харам қалып барады. Денеге. Темекі пайдалы ма, зиян ба? Насыбай ше? Наша ше? Демек харам болады. Енді біз ойлаймыз ғой, мына дене менікі, денсаулық менікі дейді ғой енді кейде. Осы нағып айта бересіз, денсаулық менікі, мен өзім білем дейді. Оны шекем ба, ішем ба? Жоқ, қателеспе дейді. Мынау дене, бұл біз емес дейді ғалымдар. Бұл, мынау, қазір біз бір-біріміз көріп тұрмыз ғой бейнемізді. Қазір мені көріп отырсыздар ма, сіздер көріп тұрмын. Бұл мен емеспін. Ішіндегі рух сол менмін. Уақыт сағат келген кезде мынау жанды қысып өлім періштесі. Мынау жүректің тұсына келген кезде өмір бойы жүрек мынау. Нені жинаған болса, аузынан сол сөз шығады екен. Сіз рухты аузынан шығарады жанында. Денең топ етіп қалады. Болды, мынаны апарып топыраққа көміп тастайды. Мынау шірейді. Бірақ ішіндегі рух, жан, оны Алла мәңгіге жаратқан. Жан ешқашан өлмейді, ол қартаймайды. Рух. Сол рух Әлмисақта мұсылман болды. Әлмисақ деген не ол? Әлмисақ деген әлем жоқ, денеміз жоқ, еш нәрсе жоқ кезде Алла Тағала Әлмисақта біздің жанымызды жаратып, «Әләссу раббукум қалу бәлә» дейді. Мен сендерді жараттым, мені Құдай деп мойындайсыңдар ма деген кезде сол жерде бәріміздің аруағымыз болған сол жерде. Қазір әлемде не адамдар бар? Бүткіл адамзаттың аруағы сол жерде қалу бәлә деп айтқанбыз. Алла, біз сені мойындаймыз. Сен бізді жоқтан барғып жараттың, сен бұйырғанды орындаймыз, қайтарғаннан қайтамыз деп біз дінді қабылдағанбыз сол жақта, Әлмисақта. Енді мына өмірге біздің уақыт сағатымыз келген кезде біз келдік. Аллаға шүкір бізге осы денені берді. Көлік қып берді, мініп алып жүрміз қазір. Қаласаң Қазығұртқа келесің осылай. Қаласаң Қажылыққа барасың мініп алып. Қандай ыңғайлы икемді көлік. Бұл көлікті жаңағыдай батпаққа батырып оны исрап жасауға болмайды. Жауап бересің. Бұны қандай пәк күйінде алдық, сол күйінде апарып тапсырамыз уақыт сағат келген кезде. Ана крыласын ұрып, бір жерін майыстырып апаруға болмайды, қабылдамайды. Жауап бересің. Сен алған кезде қалай еді өкпе? Өкпе қалай еді дейді. Не мынау өкпең бұл? Не өкпе еткен дейді. Шегіп, ол бейшараны өлтіре берсең, ерін жауап бересің. Енді жауап беру деген бауырлар біз ойлағандай емес. Қалай жауап бересің сен оған? Ақшасын төлей алмайсың. Қайтып орнына қоя алмайсың. Өмірін қайттан арқаға айналдырып, қайттан баяғы шеккен сәттен бастап қой, бұл нені шекпеймін дей алмайсың. Өмірің өтіп кетті. Енді Алла бәрі рахматынасын баршамызда. Жағдай қиын болады. Сол үшін бұл аманатқа момын мұсылман адам қиянат жасамайды. Өткені шашын малдырып жатырмын Алматыда. Жаңа шаш алып жатқан жігіт қазір бәрін былай дамып кетті ғой қазір. Мына мұрнын тіктернесін кіріп мынаны жылам деп тұрды, бірдеңе жауап, тұрады, не істейін деп жатсың? Мынаны жұлып тастайын дейді. Тиіспе оған дедім. Оған кіріспей ақ қой дедім. Неге дейді? Қазір сен жұлсаң ауырады деймін да. Бұл менікі емес деймін. Ғалымдар айтқан, түктің мынау мұрындағы түктің өзін жұлуға хақың жоқ деген. Денеңді ауыртуға хақың жоқ дейді. Оны қайшымен қиып, қана әдеппен мәміле қыласың дейді. Денеңді шымшылап ауыртуға да хақың жоқ дейді. Түсінесіз бе не айтып жатыр? Өйткені мына дене кімдікі емес, сенікі емес дейді. Абай атамыз соны айтып жатыр ғой. Яғни менімен менікінің айырылған дейді ғой. Өлді деп ат қойыпты өңкей білмес дейді ғой. Менімен менікінің деп атқанын, мен деп атқан жан ғой. Сол жан менікі деп атқан мынау дене сенікі емес дейді. Сол жандан рух жанды тастап кеткен кезде соны өлді деп ат қойып жатыр, өңкей білмес дейді. Адам өлмейді ешқашан деп отыр Абай атамыз. Міне ақида кетіп жатыр. Дене қайтарылады топыраққа. Сосын мынау тақырыбымызға қатысты бауырлар, дайындығымыз ол темекі шегіп насыбай дайындалмай ақ қойыңдар. Ол дайындықтың түрі емес, Құдай сақтасын.
Ол жазаға дайындап жатқан адамдар ғой өзін. Ол қылмыс. Яғни күнә деген сөз шариғаттың қылмысы. Ал қылмыстың жазасы өтелу керек. Оны Алла қалай үкім шығарады, оны біз білмейміз. Алла кімге қалай жаза қолданады, оны білмейміз, бауырлар. Адам былай тұрсын, тіпті мысыққа қамап қойып, қамап қойып, өлтірген үшін ана бір қатын тозаққа кетті деді пайғамбар алейхиссалам. Бір мысықты бір қатын қамап қойған. Адам былай тұрсын. Сонда қиянат қылғандықтан ол адам қайда барады деді? Тозаққа барады деді. Бір адам құдықтан итті суарып, соған мейірімін танытқан үшін Алла оны жәннатқа жібереді деді. Адам былай тұрсын. Ал ол ит мысықтың алдына қарағанда сіздің мына дене саулығыңыз несі жоғары. Каррамна бәни адам дейді Алла тағала аятта. Біз адам баласын құрметті жаратқанбыз дейді. Сол үшін біз шаш тырнағымызды көрмейтініміз содан. Сіздің тырнағыңыз да құрметті, шашың да құрметті. Ал ол құрметті затпен дұрыстап мәміле қылу керек. Ол әдеп деп айтылады. Сол шайтанның сөзі оның бар. Денсаулық сенікі, өзім білем, не шаруаларың бар, барған екен көреміз ғой. Мен ғой жауап беретін, не болды, уайымдап кеттің ғой деп. Жоқ, ондайға берілме. Сен өтірік герой болмай-ақ қой. Ертең көреміз сен қандай герой екеніңді. Ал оған дайындық болай барға болмайды. Сол үшін бауырлар, ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, жаңа темекі, жаңа айтқан сол жаңағы ыбырсық бәлелер бар ғой. Ол сіздің қаныңызды бұзады екен. Сіздің қаныңызда тектілік деген код бар. Қан бар ғой. Бұл адам бір нәрсеге тәуелді болған кезде ол қанға өтіп кетеді екен ғой. Сөйтіп тәуелді болып, соны қайта-қайта аңсап, соны қайталай береді екен. Ал ол қанды бұзуға да хақың жоқ. Ол қан бұзылды деген сөз, сіздің геніңіз бұзылды. Сіздің атаңыздан сізге дейінгі келген текті ұрпақ болып келдің. Сенен кейінгілер сақталады енді. Сенен бастап. Сөзіне тұра алмайтын, өтірік айтатын, былай екі сөйлейтін. Аталарың ондай болмаған бірақ. Сенің ұрпақтарың сондай адамдар шығады. Не үшін? Десе, оның несі бұзылған дейді? Қан, тазалығы бұзылып кетті дейді. Қалай бұзылды ол десе, жаңадай нәрсемен екен. Сол үшін жаңа қан тазалығы деген нәрсе бізде өте қатты мәселе бар. Оған қатты мән беруіміз керек. Қан тазалығына. Ішіп шегу былай тұрсын, сондай арам нәрселерді жемеуге де шариғат тыйым салынған. Шошқаның еті мысалға. Шошқаның еті қосылған еш нәрсені пайдалануға болмайды. Не үшін десе, сен қаныңды бұзады дейді. Болған жағдай, мамандар соны тәжірибе жасап көрген. Бір клеткаға бір қошқар мен бір қойды қамап қойған, екеуі бір пар болған. Екінші клеткада шошқаның ұрғашысы мен еркегін қамап қойған. Сөйтіп бір апта екеуі әбден үйренген, ерлі зайыпты сияқты болып қалған ғой енді. Кейін бір жетіден кейін мына шошқаның клеткасына екінші бір еркек шошқаны кіргізген, көрейік деген ғой не болатын. Қараса, анау алдыңғы жатқан еркегі добрый дейді. Ақ көңіл, бара бер, бар, көр. Асылы ана білгенін қылып жүр дейді. Кейінгі жаңадан келген шошқа білгенін қылып жатқан ұрғашысымен дейді. Алдыңғы жатқан ана сүмелек тыныш қарап жатыр жанында дейді. Кейін қошқарға да көрген ғой. Жаңадан бір қошқарды алып келіп кіргізсе, әді бой бес сұрайлы басталған ғой жерде. Жақындатпайды дейді ұрғашысына. Қалай келсе де сүзіп, ана қошқар ұрғасын жақындатпайды дейді. Соны мамандар ескертті. Көрдіңдер ме? Қосылған бәле дейді. Алла сол үшін харам еткен бұны. Адамның несін бұзып жібереді дейді. Әйелін қызған бау. Әйелі тойда біреумен досымен вальс билеп жатса, қарап отыра береді. Сыртынан суретке түсіреді да оны. Бір қара жеріңдер деп. Сенің қатынды біреу белін ұстап вальс билеп жатыр. Оның анықтамасы, оның ойы бойынша ол кім анау? Досы сымақ. Қандай дос ол? Не дос ол? Ол қандай дос? Қалай ол харам нәрсені сен риза болып, қатынға риза болып тұрсың? Ондай болмайды. Ол қызған ба одан қайдан келді оған десе, қайдан кепті? Жаңағыдай дұрыс емес нәрсені пайдалана бергендіктен. Шошқан етін жей берсе, адам қызғану деген бойында кетіп қалады екен, Алла сақтасын. Сол үшін қойдың етін жеп жүрейік, жылқының етін жеп жүрейік. Алланың адал деген тағамдарын жеу керек қой бауырлар, иншалла. Сөйтіп атқа міну керек, спортпен айналысу керек. Сол кезде сіз жаңағы айтып жатқан нәрсенің бәрі өзің жеркенетін боласың. Өйткені адам дейді.
Мына Алланың берген уақытын екеуін бірінен жасайды екен. Яғни біздің уақытымыз былай қалдық жиналмайды екен. Мысалы, бір уақытыңызды бүгін қолданбасаң еш нәрсеге, ол ертеңгі күнге жиналып тұрмайды екен да. Ол міндетті түрде не күнәға, не сауапқа кетіп отырады уақыт. Не әйтеуір жан таласып, кітап оқып, не Құран қайталап, не болмаса бір досыңа көмектесіп, бірдеңе істеп қаласың. Немесе дәл осы уақыт қайда кетеді? Яғни темекі шегумен, насыбай атумен, соны қақырып түкіріп жүруіңмен күнде неше мәрте ол қайталанады? Ол аптасында, айына, жылына, өміріңе шаққанда неше мәрте қақырып түкіргенде сен? Жай қақырып түкірген қанша уақытың кеткен сен? Оның бәрі жауап бересің. Сосын бауырлар, бәрін біліп отырсыздар ғой, оны айтылған дәрістерде. Әлде де айтып жатырмыз. Ондай нәрсемен ұсақталмайық. Бәлкім бауырлар, дінді ұстанайық, мамандармен спортпен айналысайық. Пайғамбар айтады: "Ал-муслимун қауи ахабба ва хайр минал муслимин даиф" дейді. Күшті мұсылман әлсіз мұсылманға қарағанда ол Аллаға сүйікті, әлі хайыр деген екі сипаты бар. Күш дегенде ол физикада күшті бар, оның ішінде ақылды күшті бар деген ғалым бар, білімді, бәрі бар. Толық комплексінде болу керек деген. Сондай адамды күшті деп айтамыз деген. Бірақ оның ішінде не де бар? Жаңа физически күшті бар деген да. Ал қазақтың жігіттері мықты болуымыз керек. Біздің ата-бабаларымыз өткен не болған? Мықты болған. Қабанбай атамыз неше мәрте бой өткізген? Жекпе-жек. Соның ешқайсының нокдаун, нокаут болмаған ол кісіде. Бәрін анаяққа жібере берген. Бірақ Бөгенбай атамыз одан да көп өткізген екен. Оны нақты ешкім айта алмай жатыр қазір тарихшылар. Негізі Қабанбайға қарағанда Бөгенбай атамыз көп не өткізген екен. Жекпе-жекте көп сол кісінің несі жоғары. Бөгенбай атамыздың. Енді ол кездегі батырлар не әлсіз болған деп ойласаңыз қателесесіз. Ол замандағы батырлар өте мықты болған. Солардың бәрін шапқысын теріс айналдыру оңай емес. Демек біздің бабаларымыз мықты болған. Мықты бол, жаңағыдай атқа мінген, таза тамақтарды жеген, сөйтіп не істеген? Құлшылыққа мықты болған, Аллаға сенімдері мықты болған. Сөйтіп мына аманат жерді сақтауды олар түсінген, өмірін осы жолға құрбандық қылған. Сөйтіп айтқан қазақ: еркек тоқты не дейді? Құрбандық дейді. Өздерін құрбандық қылуға осында настрой жасап қойған ғой олар. Біздің бабаларымыз. Қазір біздің заманымыз келді. Енді қазақ жігіттері ұсақталмайық, бөлінген нәрсені ішіп, жеп, шегіп, денсаулығыңды бүлдірме. Бәлкім мықты болайық. Кейде қыз балалар жазады маған телефоныма: "Жігіттерге қатты айтыңызшы" дейді. Мен өткен бір нем айтқан едім бір дәрісте. Жігіттер өздеріне қарап алмайды, жүгіре алмайды, турникке тартына алмайды, ажимана жасай алмайды, приседание жасай алмайды. Десем, соны қыз балалар кейін көп әлі кейін жазып жатыр. "Ұстаз, сондай көп айтыңызшы" дейді. Оның ішінде әйел кісілер де бар. Көп айтыңызшы сонда дейді. Демек еркектер қарны шығып кеткен ғой, значит. Оны айта алмайды, жеткізе алмайды ол шара. Қой тыныш сен дейді. Бірақ қарайды, бай өте сондай формасы бұзылып кеткен былай. Сол мен аузымнан шыққанда әйел кісілер риза болып маған жазып жатыр. Енді ол өрде бізге сын ба, сын емес па? Қарын қоймаңдар, бауырлар. Пайғамбар алейхиссалам қарын қоюдан қайтарған. Мына боқ қарын дейді ғой. Боқ қарын байламау керек неге? Ол нәжас ол. Нәжас жинап алып жүрге болмайды бүйтіп алып. Абырой ғой мынау деп. Қой қандай абырой ол? Кім айтты саған абырой деп ол? Оны боқ қарын дейді. Абырой емес ол. Мен өткенде соны естідім де, енді бұл адамның абыройы ғой дейді. Қой абырой емес, оны қайдан жадың сен? Абырой емес ол боқ қарын дейді оны. Сол үшін бауырлар, жаңағыдай дұрыс емес айналыспайық, бәлкім салауатты өмір сүрейік.